Бүгін Мұнайлы ауданындағы нөмірі 2 мектепте айтыскер ақын Нұрлан Қосымбаев атындағы қазақ тілі мен әдебиеті кабинеті ашылды. Мектеп бітірушілердің соңғы қоңырау күніне тұспа-тұс келген шараға ақынның отбасы, бірге оқыған сыныптастары мен әріптестері келіп қуанышты жаңалықты бөлісті. Салтанатты жиында ақын кабинетінің алқызыл лентасы қайылып, өлеңдер оқылды. Жақсы хабарды Жансай Оразбай жеткізеді. Ақын азамат. Көзі тірісінде Нұрлан Қосымбаев осы қос жауапкершіліктің шылбырын бірдей ұстап, қаймана қазағын жан тәнімен сүйді. Әдебиетін ардың биігінен жоғары ұстады. Осылай болмауға оның құқы да жоқ еді. Өйткені алдыңғы арба мел сағасы, өскен өнген ордасы ардың ісін күйттеп жоғын жоқтаған жандар еді. Сондықтан ол жастайынан өлеңге құмар болды. Домбыра ұстап сахнаға шықты. Түрлі республикалық облыстық жарыстарға қатысып жеңімпаз атанды. Маңғыстау облысының жастар сыйлығының иегері атанды. Ол тек қана ақын емес, білікті де білімді ұстаз болатын. Қолы жеткенше жастарға қамқор болып, сөзі жеткенше шәкірт тәрбиеледі. Енді бүгін өзі білім алған оқу ордасында өз кабинеті ашылды. Көп тілегі көл. Шараға жиналғандар осы мектептен Нұрландай бала оқып, жолын қуған шәкірттер көп болсын деп тілек білдірді. Нұрлан өзінің аталарының жұмысын жалғастырып, біздің атамыз соғысқа кетіп келмей қалды. 42 жылы мектеп директоры болды. Бұл педагогтар әулеті, профессор бар, ішінде 10 педагог біздің әулетімізден шықты. Білімге құштар болды. Өзінің ортасын тапқан жігіт деп ойлаймын. Халыққа қызмет етті ғой. Оқушыларға жас буын келіп жатқан қазақтың бұрынғы ата жолымен жүрсін деймін. Солардың тәртібін сақтасын. Осындай ұланғайы даланы бізге атаған мирас етіп қалдырып кетті. Соның игілігін көруге жазсын. Шарада Нұрлан Қосымбаевтың қызы мен оқушылар ақынның өлеңдерін оқыды. Ақынның хаты өлмейді, міне бүгін аты ұлықталып жатыр. Кабинетте Нұрланның жеке кітапханасынан алынған кітаптар, алғыс хаттары мен дипломдары қойылды. Ал жұбайы Нағбдуқамарова айтыскердің жазба өлеңдерінен жыр жинағын шығаруда жоспарлап отыр. Нұрекең өмірде өте бір жаны жайсаң азамат еді. Сол өзінің бір ақындығы, халық енді ол кісіні айтыс ақын ретінде таниды, бірақ жазба өлеңдерін көп адамдар біле бермеуі мүмкін. Бірақ артында жазба дәптерлері қалды. Енді сол артында қалған мұрасы бар. Осылардың барлығын жинақтап, алда бір сол жыр жинағын, естеліктер жинағын шығару жоспарымызда бар. Осындай кабинеттің ашылып жатқандығы біз үшін үлкен қуаныш. Нұрекеңнің рухы шат болып жатқан шығар. Осы оқу кабинетінің ашылуына атсалысқан отбасы мен сыныптастарына мектеп директоры алғыс хат табыстады. Ал шараға жиналғандар ақын шығармалары жас ұрпақ үшін рухани азық болатынын айтты. Жансая Жанұзақ, Амангелді Тұрахмет, жаңалықтар.